Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Шешегина славяндарын қолдап, қазақты қорлап шектен шығып жатыр. Журналист Гүлбану Абенова ұнамаса көшіп кет дейтін қорғаныс министрімізге шағым хат жолдады. Хатында Ольга Шешегинаны шовинистік әрекеттер жасауда деп айыптады. Шешегина этникалық өркөкіректік танытып, басшылыққа тек славян өкілдерін тағайындаған. Қорғаныс министрі Руслан Жақсылыков Ольга Шешегинаны спорт комитеті клубының төрағасы етіп тағайындаған. Журналист Ольга Шешегина келген соң жұмыстан қуылған қызметкердің мәлімдемесін Facebook парақшасына жариялады. Сізге Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі орталық спорт клубының спорт комитеті ұжымының атынан жүгініп отырмын. Мен осы ұйымда әскери қызметкер болып істедім. Ол кезде ұжым тату орта жағымды болатын, бірақ ұйымның бүгінгі күйі мені алаңдатып отыр. Ольга Шешегина басшылыққа келгелі ұжымның жағдайы нашарлады. Бұл менің бұрынғы офицерлерім мен сержанттарыма жағымсыз әсер етуде. Ол келген соң мен жұмыстан шықтым. Дәлірек айтқанда шығарып жіберді. Ол кезде мен азаматтық қызметкер едім. Барлық шақыру құжаттары дайын болғанына қарамастан, олар мені шақырудан бас тартты. Олар тағайындағаннан кейін ұжымда тек славян ұлтынан тұратын элита құрылды. Этникалық тәкаппарлық өсті. Әскерилерді жарғының не екенін білмейтін азаматтық қызметкерлер басқара бастады. Ұлттық әскери қызметшілерге, сарбаздар мен сержанттарға, офицерлерге, полковниктерге және подполковниктерге деген көзқарас өте күрт өзгерді. Мен этносаралық қақтығыстарға қарсымын. Бірақ спорт комитетінде болып жатқан оқиғалар этникалық тәртіпті бұзып жатыр. Бұл мені қатты алаңдатады. Мысалы, Ольга Шешегина тағайындалған сәттен бастап Азарова Татьяна бас бапкер лауазымына азаматтық қызметке қабылданды. Содан бастап Ольга Шешегинаның кеңсесінен шықпайтын болды. Оның қарулы күштерде тәжірибесі жоқ. Соған қарамастан спорт комитетінің штаттық құрылымын әзірлейді. Оның қызметіне жатпайтын жұмысқа кадрлық, қаржылық, ақылы қызметтер сатып алу, материалдық техникалық қамтамасыз ету, командирдің саяси ағарту және тәрбие жұмысына араласады. Барлық іс-сапарлар сонымен келісетін болды. Ольга Шешегинаның бейресми бірінші орынбасары болып алған соң, спорт комитетінде болып жатқан барлық іске әсерін тигізіп отыр делінген жазбада. Әскери қызметкер сонымен қатар Шешегинаның шектен шыққан әрекеті жайлы сөз етеді. Шешегина славян ұлтына жатпайтын әскери қызметшілерге дөрекі сөйлеп төмендетеді. Бұл шовинизмнің айқын белгілері. Штаб бастығының бірінші орынбасары оның адъютанты сияқты еріп жүреді. Шешегина келгеннен кейін жұмысқа тек славян ұлтынан шыққан қызметкерлер мен әскери қызметшілер қабылданды. Іштегі негізгі лауазымдарға да ұлттық өзгешелігі бойынша тағайындалады. Толық жұмыс күніне қабылданған көптеген қызметкерлер жұмыста отырмайды. Олардың басқа жерде негізгі қызметтері бар. Бұл еңбек кодексіне қайшы әрекет. Мысалы, Азарова ханым, Степаненко тағы басқа жерде негізгі жұмыстары бар. Бірақ мұндағы жұмыс кестесі бойынша олар 8-ге дейін жұмыста отыру керек. Орталық спорт клубының жаңа штаттық құрылымын жоспарлау әртүрлі бағыттар бойынша төрағаның орынбасарларымен және бөлім бастықтарымен талқыланған жоқ. Алдын ала 50-ге жуық керек емес адамның тізімі жасалды. Негізінен жергілікті ұлттық офицерлері мен сержанттары, қазақтар жұмыссыз қалмақ. Олар отырыстарына орынбасарлары мен бөлім бастықтарын қатыстырмайды. Бокс, дзюдо, самбо, қоян қолтық, жекпе-жек, күрес және тағы басқа спорт түрлеріне жоғарғы жетістіктерге жеткен спортшылар қысқартуға ұшырап жатыр. Мұндай спорт түрлерінен нәтиже көрсететін негізінен өзіміздің жергілікті жігіттер екенін білесіздер. Ұжымдағы жағдай әбден шиеленіскен. Әскери қызметшілер жұмыс орнынан айырылмас үшін наразылықтарын көрсетпей отыр. Ольга Шешегинаның олимпиада чемпионы ретінде беделі мен министрмен жақсы қарым-қатынасын көріп отырған әскери қызметшілер онымен сөзге келгісі келмейді. Ол министрлермен жақсы қарым-қатынасын пайдаланып, әскери қызметшілерді штаттық іс-шара бойынша жұмыстан шығарып жіберетінін айтып, ашықтан ашық қорқытады. Фархат Табалов көз алдында болып жатқан бассыздыққа шыдамайтынын айтып, құзырлы органдарға үндеу жолдады. Мен ұлтшыл емеспін, бірақ болып жатқан мына шаруа менің намысыма қатты тиеді. Мен өз ұлтымды, өз тілімді сыйлаймын және сыйлатамын. Бұндай былыққа жол бермеймін. Шыдамның да шегі бар. Жақында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде этникалық тәкаппарлықтың, кемсітушіліктің және этносаралық қақтығыстың кез келген көріністерін ешкімге қарамай қатаң түрде жолын жабу керек екенін атап өтті. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының армияның орталық спорт клубы ұжымы президентіне және бас прокуратураға үндеу жолдады. Сіздерден спорт комитетінің шовинизм, ұлтына қарай қудалауға ұшырату салдарынан ұлттық қақтығыстың алдын алуды сұрап, үндеуімізді жариялауды сұраймыз. Қазақстан Республикасының армияның орталық спорт клубы ұжымы атынан көмек сұраймын. Құрметпен Фархат Табалов деп жазылған үндеуде.
Үндеудің соңында ашынған журналист Гүлбанова Абенова бұл Ольга ханым қазақтың атынан Олимпиада чемпионы атанды. Қазақтың нанын жеп суын ішті. Олимпиаданың жүлдесінен бөлек қазақтың да қомақты қаржысын қалтаға басты. Парламентте тапжылмай ұзақ жыл отырды. Ендігі ісі мынау болса сұмдық. Ақ-қарасын құзырлы министрлік анықтау керек. Министрліктен жауап күтеміз деп кесіп айтты.